Экостарт жасыл технологияға алғашқы қадам жоба аясында табиғатты қорғау әрқайсымыздың ортақ міндетіміз. Экологиялық мәдениеті бар бала кезден қалыптасады. Сондықтан біздің балабақшада балалар табиғатты аялауды күнделікті іс-әрекет арқылы үйренеді. Жасыл балабақшада бүлдіршіндер өсімдіктерді суарып, оларды күтіп-баптайды. Әр гүл мен көшетті қамқорлық жасап, табиғатқа деген сүйіспеншіліктерін арттырады. Қоршаған ортаны таза ұстау үшін балалар күнделікті ішкен су бөтелкелерін қоқысқа тастамай, қайта өңдеу, оларды әдемі әрі пайдалы қол өнері жасайды. Осы арқылы қалдықтарды қайта пайдалану мен табиғатты қорғаудың маңызын түсінеді. Балабақша ауласындағы шағын бақшамызда өз қолдарымен еккен қияларды күтіп, суарып, кейін піскен өнімдерді қуанышпен жинайды. Бұл еңбекке баулу қана қоймай, табиғаттың әр сыйын бағалауға тәрбиелейді. Біздің мақсатымыз табиғатты сүйетін, қоршаған ортаны жанашыр, экология сауатты ұрпақ тәрбиелеу. Әрбір кішкентай қадам үлкен өзгерістерді бастауы. Экологиялық старт жасыл технология алғашқы қадам жоба аясында табиғатты бірге қорғайық, жасыл болашақты бірге құрайық.